Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен небәрі 20 минутта дайын болатын 4 салаттың рецептімен бөлісемін. Құрамы қарапайым, қолжетімді заттардан тұрады. Салуы жеңіл және тез. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, арнама жазылып, пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, ең бірінші салатымыз ол сәбіз салаты. Бізге керек заттар ол қайнаған картоп, сәбіз, қайнаған жұмыртқа, тұздалған қияр және қақталған тауық еті және көкөністер керек. Сіздерге лайфхак, егер көкөніс көп алып қойған болсаңыздар, осылай суға құйып қойсаңыздар, холодильникте 1-1,5 аптаға дейін сақтауға болады. Ең алдымен картопты осылай күштен өткіземіз, ірі немесе орташа күштен. Сосын тарелкамызға сәбіздің формасын жасап аламыз. Үстіне майонезді жағамыз, оның үстіне тұздалған қияр, теркадан болса теркадан, егер ыңғайсыз болса майдалап көбіктеп тұрсаңыз да болады. Қақталған тауық еті тұздалған, оны да көбіктеп тураймыз. Дайын тұрған формамыздың үстіне салып шығамыз. Үстіне тағы да майонезді себелейміз. Одан соң қайнаған жұмыртқаны теркадан өткіземіз майдасынан. Тағы да майонез, оның үстін әдемілеп қайнаған сәбізбен жауып шығамыз. Және сәбіздің формасына келтіріп, басында жасыл шөбін жасаймыз. Бірінші салатымыз дайын. Келесі салатымыз Малибу салаты. Керек заттарымызды осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Содан соң тарелкаға осылай әдемілеп салып шығамыз. Олар бізде қияр, тауық еті, помидор, сухарики кептірілген нан және сыр. Ортасына жүгері саламыз. Енді салатымыз дайын, тек қана майонез қосу қалды. Егер сізде кондитерский мешок болса, сонымен бетін әрлеп шықсаңыз болады. Егер болмаса, осындай жай салафанды алып, ішіне майонезді салып, осылай қайшымен қиып, бетін әрлеп шықсаңыз болады. Өз қалауыңызша. Осымен екінші салатымыз дайын. Келесі салатымыз жасыл деп аталады. Өйткені оған жасыл түсті ингредиенттер қосылады. Қияр, тұздалған қияр, горох және аскөк. Менде петрушка мен укроп. Салатты өз қалауыңызша тураңыз, соломка қылып немесе кубиктап. Үстіне азғана майонез және тұз бұрышты татымына қарай салып, араластырамыз жақсылап. Салатымыз дайын. Соңғы төртінші салатымыз рулет деп аталады. Оған бізге керек заттардың барлығын осылай майда үткіштен өткіземіз. Ол плавленый сыр, крабовые палочки, чеснок, майонезбен араластырып дайындап аламыз. Сосын бір жұмыртқаға тұз, бұрыш қосып татымына қарай сковородкада блинчик пісіріп аламыз. Қызып тұрған майда. Дайын болған блинчигімізді суытамыз. Сосын жаңа дайындап қойған
қоспамызды арасына салып, осындай рулеттер жасаймыз. Біздің салаттарымыздың барлығы дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Аяқ асты қонақ келгенде немесе мерекелерде таптырмайтын салаттардың рецепті. Сақтап алыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Менің каналымды тамашалап, мені қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын. Келе жатқан мерекелеріңізбен.